бірақ бір 5 секундтық жұмыс. Сіз одан қандай пайда аласыз білмеймін. Мүмкін декан, мүмкін куратор, неге мен бұны жазуым керек, неге мен жазбаған нәрсемен қолмен мөрімді қоюым керек. Реально обоснованный армандарыңыз орындалып, міне Түркия бурсылары үшін қажетті. Барлығыңызға сәлем, сіздермен бірге Мұрат Күләш, Түркияда магистратура оқыған, Түркияда оқуға түсіру бойынша эксперт. Бүгін сіздерге Түркия бурсылары үшін арнайы жазылатын ниет хаты, ұсыным хат туралы ашып айтатын боламын. Оны көбі мотивациялық және де рекомендательное письмо деп атайды. Олардың не екенін, қандай мақсатта жазылатынын, құрылымы қандай болу керектігін толығырақ осы видеода ашық айтып түсіндіретін боламын. Ендеше бастайық. Түркия бурсылары бағдарламасында өтінім білдірерде барлық студент осы екі хаттың түрін жазуға міндеттеледі. Бірақ ол не туралы жазылу керек, не нәрсе екені көбі білмегендіктен шақырту ала алмай, немесе екінші турға өтпей қалып жатады. Қазір сол туралы айтатын боламын. Ең бірінші ниет хатынан бастайық. Ниет хаты деп неге атадым? Өйткені түріктердің өзі ниет мектубы деп атайды. Және мен үшін бұл нақты дұрыс атау деп ойлаймын. Өйткені бұл жерде сіз өзіңіздің оқуға тапсырардағы, бұл бағдарламаға өтінім білдірердегі ниетіңізді, яғни мотивацияңызды білдіресіз, көрсетесіз. Бұл жерде зерттеу алаңын қарастыру керек. Түркияда оқығысы келетін бағыт бойынша кәдімгідей студент ізденіп жазу керек. Яғни түсінгеніңіз бойынша негізсіз мен Түркия оқуға түсу арманым дегеннен гөрі мен Түркияға оқуға түсу арқылы осындай нақты, осындай күшті жұмыстар жасағым келеді. Ол үшін мен былай істедім, қазір осыны істеп жатырмын, болашақта осындай жоспарым бар, мансабымды жасарда сіздің маған беретін осындай мүмкіндіктеріңіз бар екен деп нақты, жестко, четко, мықты етіп айту керек. Енді сіз болашақта жасағыңыз келетін жұмыстарды атап өттіңіз ғой. Әрі қарай ол үшін оған дейінгі, яғни өткеніңізде жасаған жұмыстарыңыз туралы атап өтіңіз. Мысалы, сіз бір тосап жасап шығаруды армандайсыз, ойлайсыз. Өткені кішкентай кезіңізде бір тосаптан, яғни варенье ғой, содан уланып қалыпсыз, ауырып қалыпсыз, содан кейін ешқандай зияны жоқ, пайдалы, күшті бір тосап жасап шығару кішкентай кезіңізден арманыңыз болып бастады. Сөйтіп оқуға түстіңіз, цехтарға барып стажировка алып жүрдіңіз, сөйтіп бір ғылыми жұмыс жасап шығардыңыз, пробалар жасап көрдіңіз. Енді осыны әлемге ұсынғым келеді. Осылай Түркияда мынандай мүмкіндіктер бар екен. Оны жасау үшін маған осындай академиялық кадрлар көмектесе алады екен. Ол үшін сіздің бағдарламаңыз көмектесе алады екен деген сияқты негізді, прям реально обоснованный деп айтады ғой, негізі бар нәрселер жазуға тырысыңыз. Яғни шынымен де отырып алып зерттеңіз. Сіздің зерттеу алаңыңыз Түркияда қандай дәрежеде, қандай авторитеттер бар, қандай мықты ғылыми жұмыстар бар, сіз одан қандай пайда аласыз дегеннің барлығын зерттеп жазыңыз. Яғни жаңағы атап өткеніңізде жасаған, алған тәжірибеңізден қандай дағдылар алдыңыз, қандай білім алдыңыз, соны атап өтіп көрсетіңіз. Сөйтіп абзацтарды әдемі байланыстырыңыз хаттың ішінде. Болашақта жасағыңыз келетін жұмыстарды естіп көрсетіп, енді ол жұмыстың жүзеге асу үшін бағдарламаның сізге беретін мүмкіндіктері туралы, Түркияда білім алудың сізге беретін жақсы жақтары туралы атап өтіңіз. Соңында сіздің хатыңызға назар салып оқып отырған қабылдау комиссиясына өзіңіздің кішігірім алғысыңызды білдірсеңіз болады. Жалпы ниет хаты, мотивациялық хат осылай жазылады. Яғни сіздің оқуға түсудегі мотивацияңыз, ниетіңіз осы хатта анық нақты көріну керек. Бұл жерде барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі хатқа көшейік. Енді ұсыным хат туралы айтайық. Ұсыным хат, оны рекомендательное письмо деп айтады. Сізге білім берген академиялық кадрлар, білмеймін, мүмкін декан, мүмкін куратор, мүмкін жай ғана бір ұстазыңыз сіз туралы ұсынып Түркияға рекомендовать етіп хат жазады. Мүмкін сіз бір ғылыми жұмыс жасаған шығарсыз, және оған жетекшілік еткен ұстазыңызға барып өтініш білдірсеңіз болады. Осындай бағдарламаға өтініш білдіріп жатыр едім, сіздің атыңыздан ұсыным хат керек болып тұр. Және ол жерде жазылғанда сіздің қандай да бір жұмысқа деген жауапкершілігіңіз туралы, жоспарыңызға жетудегі қасиеттеріңіз туралы, қандай алған біліміңіз, нені қолдандыңыз, оның барысында қандай жаңа дағдыларды алдыңыз деген сияқты опять ұсыным хатта академиялық кадр жаңағы айтқан кісі
кісі жазып көрсету керек. Яғни былайша айтқанда, Түркияға сізді ұсыну керек. Бір мұғалім екінші мұғалімге ұсынады. Бұл бізде Қазақстанда ондай қатты бір танымал хаттың түрі емес. Бірақ мысалы мен өз басым ауысым бағдарламасымен жарты жылға ғана оқуға барған кезде бакалаврда біз оқу бітіргеннен кейін мұғаліміміз бізге әдемілеп рекомендательное письмо, яғни ұсыным хатты жазып берген болатын. Осындай білім алғаны бар, осындай нәрселерді үйренгені бар. Артығымен мысалы османлы түрікшені үйренді, яғни арабша оқып артық білет деген сияқты. Сол себепті бұл нәрсе Түркияда жұмысқа тұрарда да, оқуға түсерде де кәдімгідей маңызы бар нәрсе. Бұны реферанс деп атайды. Яғни кеңес беру, ұсыну деген сияқты. Сол себепті осындай керемет менің студентім бар, осындай жұмысты бірге жасап едік, сол жерде мен оның қандай адам екенін, қандай болашақта ғалым болатынын көрген едім. Сол үшін де сіздерге ұсынып отырмын деген бағытта жазу керек. Бізде Қазақстанда бұндай хатты жазу аса бір танымал емес, жаңа айтқанымдай. Сол себепті мұғалімдер бұны мүлде жазбау мүмкін. Керісінше өз тәжірибемнен былай айтайын, мүлде жазбаған. Мүлде. Менің студенттеріме дайындап беремін, жазып беремін, жаңа сұрастырып қандай бағытта жұмыс жасадың деген сияқты. Бұл керек дағдылардың барлығын жазамыз, реттейміз, дайын қылып 100% дайын қылып алып барады мұғаліміне, сосын барып қолмен мөрін қойдыртады. Қолмен ғана бұл хат негізсіз, яғни недействителен болып қалуы мүмкін, яғни шынайы емес болуы мүмкін. Сол себепті мөрін хотя бы сұраңыз. Енді көбі кейбір кезде келіспеуі мүмкін. Неге мен бұны жазуым керек, неге мен жазбаған нәрсеме қолмен мөрімді қоюым керек деген сияқты. Сол үшін алдымен барып байыппен түсіндіруіңіз керек. Апай, мен осылай білімімді ары қарай шетелде жалғастырсам деп едім. Сізден көп нәрсе үйрендім. Енді ары қарай шетелде өзімнің білімімді одан әрі шыңдағым келеді. Сіз маған осындай білімді бердіңіз ғой. Енді соны мен хатқа түсіріп әкеліп тұрмын. Сіздің маған осы берген қолыңызбен мөріңізді қойып берген хатыңыз менің болашағыма үлкен әсер береді. Өйткені бір мұғалім екінші мұғалім тыңдайды. Бір әріптестер бір-бірінің пікірімен әрдайым санасады. Сол себепті маған осы хатқа қолыңызбен мөріңізді қойып берсеңіз, менің болашағыма үлкен көмек жасаған болар едіңіз деп түсіндіріп айтыңыз. Сол кезде мұғалім жақсы дейді, қолын қояды, мөрін басады, сөйтіп сізге хатыңызды береді. Яғни түсінгеніңіз бойынша бұл хатты мұғалім көбінесе жазбайды. Студент өзі дайындап алып барады, мұғалімге қалатын тек бір 5 секундтық жұмыс, ол мөр мен қолын қою. Міне Түркия бурсылары үшін қажетті екі түрлі хат осылар: ниет хаты және ұсыным хат. Ойбай, мен өзім туралы ақпарат салып жатырмын, жазып жатырмын, мотивациялық хатты қай жерге жазамын, ұсыным хатымды қай жерге қоямын деп мүлде уайымдамаңыз. Бірінші турдың өзі алғашқы өзіңіз туралы жеке мәліметтерді толтырудан әрі қарай мамандық таңдау, хаттарды орналастыру бөлімінен тұрады. Сол себептен алдымен өзіңіз туралы жеке мәліметтерді нақтылап толтырып алыңыз. Содан кейін өтінім беретін жаққа өткеннен кейін ол жерде көрінеді. Мамандық таңдайсыз, ниет хатыңызды жазасыз, ұсыным хатыңызды жазасыз және магистранттар, докторанттар ғылыми шолу жазады. Ол туралы келесі видеоларда айтатын боламын. Барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Екі хат туралы нақты ақпарат айтылды. Қалай жазылу керектігі, кімнен алу керектігі, қалай болу керектігі барлығы сізге түсінікті болды деп ойлаймын. Енді алдағы уақытта менің өзімнің грантқа түскен студенттерімнің мотивациялық хатын, ұсыным хатын қалай жазды, қалай олар тапсырғанымыз туралы қызық болса салайын. Ол үшін осы видеоның астына пікір жазып кетіңіздер, лүпіл басып кетіңіздер және менің арнама жазылыңыздар. Түркияда оқу туралы консультация алғыңыз келсе, менің инстаграм парақшама немесе жұмыстың инстаграмына, ватсабына жазсаңыз болады. Армандарыңыз орындалып, Түркияға оқуға түсіп кетулеріңізге шын жүректен тілектеспін. Пайдалы ақпарат алдыңыздар деп үміттенемін. Армандарыңыз орындалып, Түркияға оқуға түсіп кетулеріңізге шын жүректен тілектеспін. Алдағы видеоларда кездескенше сау болыңыздар. Күрекеле.